Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектеп биология сабағы пән мұғалімі мен Караталова Зарина Сериковна. Оқушылар, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Ендеше осындай тамаша көңіл-күйде сабағымызды бастайық. Оқушылар, сіздермен алдыңғы білімді бекіту мақсатында арнайы сұрақтарым бар. Ендеше экранда көрсетілген бингоға назар салсаңыздар, бингода арнайы ұяшықтар мен сандар жасырылған. Қазір сіздерге қандай сан шығады, яғни сол сандағы жасырылған сұраққа жауап бересіздер. Ендеше кеттік, бастайық. Бізде бинго қазір айналуда. Қандай сан шығар екен? Жақсы. Бізде 91 саны. 91-де қандай сұрақ жасырылған, көрейік? Қарыны бір бөлімнен тұратын ағза. Дұрыс жауап бізде адам. Бізде бингода 25. 25-ің сұрағы күйіс қайтаратын жануарда қанша қарын бөлімі болады? Дұрыс жауап 4 бөлім. Жарайсыздар. Келесі бізде 9 саны. 9-да жасырылған адамның ас қорыту жүйелерін ата. Ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, бауыр, асқазан, тоқышек, ашшек, тікішек. Жарайсыздар оқушылар. Жауаптарыңыз керемет. Келесі сан бізде 3. Аш шектен кейін орналасқан ішекті атаңыз. Жауап тікішек. Дұрыс. Керемет жауап. Келесі сан бізде 18. Адамның соқыр шегінің ұзындығы 8-9 сантиметр. Өте керемет, тамаша. Соңғы сан бізде 15. 15-ің сұрағы бауырдан бөлінетін сөлі. Жауап әрине дұрыс. Өт. Жарайсыздар оқушылар. Үй тапсырмасына керемет жауап бердіңіздер. Ендеше оқушылар, жаңа сабағымызбен танысайық. Сабақтың тақырыбы тістің құрылысы мен қызметі, тіс гигиенасы. Сабағымыздың оқу мақсаты әртүрлі типті тістердің құрылысы мен қызметтер арасындағы байланысын және тісті күту ережелерін сипаттау. Сабақтың мақсаты тіс қаптамасы, мойны мен түбірінің қызметін сипаттау, тіс типтері құрылысы бойынша олардың рөлі арасындағы байланысты анықтау, күреуге дентин мен жұмсақ ұлпасының рөлі қандай екенін түсіндіру. Келесі тіс туралы бейнероликке назар аударыңыздар. Ересек адамдарда 32 тіс болады. Олар жоғарғы және төменгі жақ сүйектерде орналасқан. Тамақты қабылдауға байланысты әрқайсының өзіне тән қызметі бар тістің 4 түрі белгілі. Күрек тістер. Олардың өткір жиектері бар. Олар тамақты тістеу және үзу үшін қолданылады. Ит тістер. Олардың пішіні конус тәрізді. Тамақты жұлуға, үзуге көмектеседі. Келесі кіші және үлкен азу тістер, немесе премоляр және молярлар. Олардың ерекшелігі тістердің бетінде төмпешіктері болады. Бұл тістер тамақты ұсақтауға, ұнтақтауға арналған. Адамның жақ сүйектерінде терең орналасқан тіс түбірлері болады. Тістің көрінетін бөлігі тіс сауыты деп аталады. Ол ағзадағы ең қатты зат эмальмен қапталған. Эмальдің астында дентин бар. Ол қаттылығы мен беріктігі жағынан эмальдан кейінгі орында алады. Ең ішкі қабатында пульпа орналасқан. Пульпада тістің тірі ұлпаларына қоректік зат жеткізілетін қан тамырлары мен жүйке ұштары бар. Тіс қаншалықты қатты әрі берік болғанымен бактериялардың әсерінен зақымдануы мүмкін. Бактериялар тістің эмалін, дентинін, сонымен қатар тіс пульпасына дейін зақымдауы әбден мүмкін. Ендеше оқушылар, сіздер бейнероликтен тіс туралы көптеген ақпараттар легімен таныстыңыздар. Сол ақпараттарды пайдалана отырып, алдыда берілетін тапсырмаларды орындайсыздар.
Кеттік, бірінші тапсырма. Галереяны шарлау, яғни сіздерге әртүрлі суреттер мен ақпараттар, яғни мәтіндер берілген. Сол мәтіндер мен суреттерді байланыстыра отырып, сіздер кластер қорғайсыздар. Ендеше кеттік, бастаймыз. Дұрыс жауабы. Сәбидің сүт ісі 6-8 айлығында жарып шығып 3 жасына толық жетіледі. Баланың тұрақ тістері 6-7 жасында, негізін 14-16 жаста толық шығып болады. Ал ақыл тісі 16-25 жастарында шығады. Яғни бұл жерде бізде тістердің суреті сәйкес келді. Екінші, тісті сау қалпында сақтау үшін әрбір тамағынан кейін аузы шайып тіс тазалау қажет. Күн сайын тісті таңертең кешке мұқият жуу керек. Яғни бұл жерде бізде тістің гигиенасына қатысты суреттер сәйкестендірілген. Үшінші, әрбір жеке тістің сауыты мойны және түбірі болады. Тістің ауыз қуысынан шығып тұрған бөлігі тіс сауыт деп аталады. Тістің күрекесі адам денесіндегі ең қатты ұпа. Бұл жерде яғни тістің сыртқы құрылысы суреті сәйкес келді. Өте дұрыс. Жауаптарыңыз керемет, оқушылар. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырмада сіздер Padlet тақтасымен, яғни сайтпен жұмыс жасайтын боласыздар. Ол жерде сайтта көрсетілген сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші сұрақ. Тістің ең маңызды қабаты күрекенің маңызы. Тістің сыртқы қаптамасы. Дентин деген тістің ортаңғы қабаты. Дәнекер ұлпасынан тұратын тіс қабаты. Жауап: тіс пульпасы. Керемет, оқушылар, жауаптарыңыз. Келесі үшінші тапсырма. Сіздерге кестемен жұмыс. Кестеде көрсетілген сұрақтарға жауап бересіздер. Жауаптарыңыз толық болуы керек. Жауаптарыңызды тексерейік. Бірінші, үстіңгі беттері кедір бұдырлы болып келген, ол бізде азу тістер. Дұрыс. Екінші, үстіңгі беттері бір тегі жылтақтау келген, ол бізде әрине күрек тістер. Үшінші, үстіңгі ұшы үшкірлеу келген, ол бізде ит тістер. Жауаптарыңыз керемет, өте дұрыс. Жарайсыздар, оқушылар. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен тістің құрылысы, түрлері, гигиенасы туралы көптеген қызықты маңызды ақпараттармен таныстық. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма, қызықты болды ма, сабақ қаншалықты сіздерге ұнағандығы туралы мына менің сіздерге көрсеткен Mentimeter сайтыма жазып кетсеңіздер болады. Сайттан сіздерге сабақтың қаншалықты ұнағандығын мен біле аламын. Сайтқа қарасам, сіздерге сабақ өте қатты ұнапты. Қызықты, интеллектуалды, тамаша, әсерлі, көңілді. Яғни сабақ сіздерге өте қатты ұнаған. Сіздердің бүгінгі сабақ барысындағы белсенділіктеріңізге көп-көп рахмет. Сау болыңыздар, оқушылар. Әрдайым сабақта белсенді болыңыздар.